Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, сіздермен жедел жәрдем қызметкері Ташен Мұхаммед-Әли. Бүгінгі айтылатын тақырып холестерин. Холестериннің организм үшін маңызы. Холестерин дегеніміз не? Және оның түрлері, осы туралы айтатын боламыз. Ең алдымен холестерин деген тақырыпты айтқанда, холестерин деген сөзді айтқан кезде бәрімізге мынандай нәрсе есімізге түседі. Холестерин организм үшін өте қауіпті зат, ол инфаркт, инсультке алып келетін, яғни өзіміздің дұшпанымыз көреміз. Негізінде организмде пайда болатын зат болғандықтан, холестериннің де өзіндік атқаратын қызметтері бар. Бұдан шығатын қорытынды, холестерин адам организм үшін өте маңызды қызмет атқарады. Холестериннің атқаратын қызметтері: бірінші, адамның бүкіл денесі, яғни клеткалардан тұрады, жасушалардан. Сол клеткалардың сыртын мембрана қаптайды. Сол мембрананың құрамдас бөлігі осы холестерин. Екінші қызметі холестериннің: күн сәулесінің адамға түсу салдарынан организмде ең маңызды витаминнің бірі, Д витаминінің түзілуіне осы холестерин қатысады. Келесі қызметі: холестериннен стероидты гормондар бөлінеді. Яғни стероидты гормондар, мәселен, альдостерон, кортизол деген гормондар бөлінеді. Сонымен қатар жыныс гормондары бөлінеді. Ол тестостерон, эстроген және тағы да басқа. Келесі қызметі: өткіш қылы түзіледі холестериннен. Жалпы холестериннің организмдегі, яғни оның деңгейін неге байланысты? Холестериннің деңгейі организмге, яғни түсуі және организмді ыдырауы және сіңірілуімен ара қатынасы осы процестермен есептеледі. Жалпы кейбір адамдар, мәселен, майлы тағамдар көбірек жейді, холестерин көп тағамдарды қабылдайды, бірақ оның қимылы аз болады. Яғни организмде холестериннің көлемі артады. Ал енді холестериннің жалпы организмдегі көлемі шамамен алғанда 3 пен 6 миллимольдің арасында болады. Бірақ холестериннің көлемі адамның жасы ұлғайған сайын арта береді. Және ер адамдар мен әйел адамдарды салыстырып қарайтын болсақ, ер адамдарда көлемі аздап жоғары болып тұрады. Мәселен, 16 мен 20 жастың аралығында 3 пен 5-14 миллимольдің арасында болады. Ол уақыт келген сайын, адамның жасы келген сайын, оның холестериннің көлемі арта береді және арта береді. Ал енді холестериннің түрлері: холестерин қаншаға бөлінеді? Әрине, холестерин 3-ке бөлінеді. Ол липопротеидтері жоғары, липопротеидтері төмен және липопротеидтері өте төмен болып бөлінеді. Липопротеидтері жоғары холестериндер ол жақсы холестериндер. Себебі олар негізінен бауырда түзіледі. Ал липопротеидтері төмен холестериндер жаман холестериндер. Олар не себепті жаман холестериндер? Себебі олар көбінесе организмге, яғни 20-25% тамақпен түседі. Сонымен қатар олар организмде, яғни артерия қан тамырларының қабырғасына жиналып, яғни бляшка дейміз ғой, жиналып, көлемі көбейіп, нәтижесінде қан тамырдың қабырғасын тарылтады. Бірте-бірте көбейіп, қанның еркін өтуін, яғни қиыншылықтар тудырады. Нәтижесінде сол жерде атеросклероздар пайда болады. Ал атеросклероздар ары қарай адамның инфаркт, инсультқа шалдығуына бірден-бір алып келетін фактор осы. Ал енді осы холестериннің көлемін, яғни холестериннің жоғарылауын алдын алу үшін, осы атеросклерозды алдын алу үшін не істейміз? Әрине, бірінші тамақтануға баса назар аударамыз. Және зиянды әдеттерден сақтану, сонымен қатар салауатты өмір салтын ұстану, спортпен шұғылдану деп айтамыз. Жалпы бір айтатын ең үлкен мәселе, яғни орта жастағы адамдарда, немесе 25 пен 30 жас аралығындағы адамдарда жалпы холестериннің көлемі нормада ұстау үшін, мәселен, 2000 килоджоул энергия, яғни тағам арқылы қабылдайтын болсақ, жобамен біз сол күні 1600-1700 килоджоул энергияны жоғалтуымыз керек. Яғни дене қимылы, яғни спортпен айналысуымыз керек. Және осы ара қатынасты сақтап отыруымыз керек.
Сол үшін де видео ұнаған болса лайк басып, комментарий жазып, өзіңіздің достарыңызға жіберіңіз.